Ақшағар. Ерте-ертеде, ешкі жүні келтеде, ерлі зайыпты кемпір мен шал өмір сүріпті. Тату тәтті тұрмыс құрыпты. Жалғыз ғана қайғысы ермек етіп көңіл көтерерлік баласы болмапты. Ақ көрпесін жамылып қыста келді. Балалар жаппай далаға шығып, ақ қала жасап ойнап, сауық сайран салады. Шал мен кемпір оларды көріп, онан бетер қайға батады. Кемпір, дейді шал бір кезде. Ақыла бүкілі ешіне сөнбес. Біз де сыртқа шығып қардан өзімізге қыр жасап алсақ қайтеді. Жасайық, дейді кемпір қуанып. Екеуі тез киініп, үй ауласына шығады да Ақшағардан қыздың бейнесін соға бастайды. Алдымен қолын, сосын кеудесін жасап, басын отырғызады. Ауыз мұрны мойнына дейін адамнан айнытпай салады. Шал мен кемпір жұмыстарын тындырып, қыздарына көз құрын салып еді. О ғашап, кәдімгідей жан бітіп, қарттарға қарап күлімсіреп тұр. Әдегенше болған жоқ, қар ішінен әп-әдемі ақ құбағы шыға келді. Қуаныштары қойнына сыймаған шал мен кемпір қыздың үйлерін алып кіреді. Өзіне өздері сенбек қайта-қайта қарай береді. Қыз болса күн сайын ғана емес, сағат сайын өсіп ер жетеді. Ақшағардай әппақ өтті сұлу болады. Әрі ақылды, көңілді, үй ішіне көмектесіп жұмыстың бәрін атқарады. Шырқаған әні қандай, тыңдаушысын таңдандырады. Қыз кетіп күн жылына бастады. Жайқалып көк шығып, құстар сайрады. Жер аяғы кеуіп, айнала жасара түскендей, бірақ Ақшағар қуанбайды. Қызым, саған не болды? Соңғы кезде көңілсіз болып кеттің ғой. Әлде бір жерің ауырама, дейді кемпір. Жоқ, еш жерім ауырған жоқ, саумын, дейді қыз. Көктем туып гүлдер шешек жарды. Алыстан құстар ұшып келді. Ақшағар болса уайым тартып күннен күнге жүдеп барады. Құдайы салқын жер іздеп күн сәулесінен тығылады. Бірде қалың бұлт шығып қатты бұршақ жауды. Ақшағар аспаннан меруерт жауғандай қатты қуанды. Алайда күн қайтадан шықты да бұршақтар лезде ертіп жіберді. Ақшағар бейне туған ағасы өлгенде жылаумен болды. Көктемнен соң жаз келді. Қыздар тоғайға серуенге баруға жиналды. Өздерімен бірге Ақшағарды да шақырды. Ақшағардың орманға барғысы келмеген еді. Бара ғой қызым, үйде отыра бергенше құрбыларыңмен қыдырып, көңіліңді көтеріп қайсаңшы, деп кемпірді бір жағынан болмады. Қыздар Ақшағармен бірге орманға келді. Гүл теріп, қол ұстасып ән салды. Тек Ақшағар ғана бұрынғысынан да үн-түнсіз көңілсіз жүрді. Күн батып, кеш түскеннен кейін қыздар ағаш бұтақтарын жинап от жақты. Бірінен соң бір от үстінен қарып ойын ойнады. Кезе келген соң Ақшағарды от үстінен қарғи беріп еді. Кенет еріп, ақ бұлт қайналды да аспанға көтеріліп кетті. Құрбылары ау деген жалынышты даусын ғана естіді. Өзі көзден ғайып болды. Олар Ақшағар, Ақшағар, Ақшағар қайда кеттің деп қанша айғайласа да, оған ешбір жауап ала алмады.